Әулиеге қол бергенде берген қолыңыз пайғамбарымызға барады. Лахфул махфузда кімдер бізге бая беретіні жазылған болса, солар бізге бая береді. Бұл адам жаратылудан бұрынғы сонау әл-Мисақта белгіленіп қойылған. Нағыз әулие лахфул махфуздан өзіне кімнің бая беретінін біледі. Сондықтан ол ешкімге маған ер демейді. Тибет Гималай тауында отырған біреуге бая беру жазылған болса, ол әулиені іздеп келіп бая берер. Баят жай нәрсе емес. Бізге берілген баят пайғамбарымызға берілген баяттыр. Ол сахабалардың пайғамбарымызға берген баяты. Ол баят үзілген жоқ. Біз осы баяны пайғамбарымызға жеткізуші ғанамыз. Кім әулиеге баят берсе, ол пайғамбарымызға бая беріп, Аллаға серт қылған болады. Адамдар әулиеге еріп, бая беру арқылы пайғамбарымызға рухани жалғанады, Аллаға тіпті жақындайды. Шын әулиеге бая беру рухани әлемде аспанды сілкіндіріп, жерді төңкергендей зор іс, зор нығмет. Пайғамбарымызға бая беріп, сахаба болу бақыты тек 124 мың адамға ғана бұйырды. Сол сияқты әулиеге бая беруде аз санды адамдарға бұйыратын бақ. Біз бая берушілердің баясын алған кезде олардың аяғына тұсау салып қоямыз. Онан соң олар нәпсілеріне ілесе қызық көру үшін айдаладағы жалғыз аралға 40 жыл қаңғып кетсе де, біз бір күні манағы тұсаудан тартып, оларды өзімізге қайта әкелеміз. Демек біз ешкімді нәпсісіне, шайтанға, дүниеге тастап қоймаймыз. Кейбір адам бізге осы дүниеде, кейбірі қабірда, кейбірі қияметте бая береді. Әулие өзіне бая берушіні тастап кетпейді. Әулие піркемінде мүриті жан тапсырада шайтанның айласынан қорғап, оның о дүниеге иманды хәлде аттануына, қабірда әңкүр-мүңкірге жауап беруіне, қияметте сұрақтан оңай өтуіне жәрдем береді. Мәулана Шайх Назым әулие